16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Жалпы облысымызда құрылыс қарқынды өсіп жатырғаны бәрімізге мәлім. Бұл құрылыстар тұрғын үй кешендері, бизнес орталықтары және әртүрлі нысандар болып бөлінеді. Осы құрылыстарға қарап отырып кейде ой тігеміз. Осы құрылыстың барлығы заң нормаларына сай жүргізіліп жатыр ма деген сұрақ туындайды. Бүгін біз бағдарламамызда заңсыз құрылыс нысандары үшін жауапкершілік мәселесін қозғағымыз келіп отыр. Қазіргі таңда көптеген адамдар өздерінің бар жиған тергендерін тұрғын үй алайыншы деп осы салынып жатырған жаңа құрылыстарға ақша құяды, артынан мәлім болып жатады бұл құрылыстардың заңсыз салынып жатырғандығы. Тиісті уәкілетті орган сотқа жүгініп құрылыс нысанын бұзуға талап келтіреді. Алайда сот істі қарау барысында 30, 40, 100 одан да көп адамдардың бұған өз үлескер болып кіріп ақшасын салып қойғаны анықталады да, осы кезде үлкен мәселе туындайды. Заңсыз құрылыс өзінің жұмысын ары қарата жалғастыру керек па құрылысын, немесе салынған сол бірнеше этажды заңсыз құрылыстарын бұзу керек па, және де ол жерде адамдар, үшінші тұлғалардың құқығы бар, оларды қандай біз құқықтық салдарға әкеліп тірейміз. Міне, осы әңгімелерді біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Маңғыстау облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының төрағасы Бекболатов Арыстанбек Тәжібайұлы, қош келдіңіз. Және Маңғыстау облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы Өтепқали Дәурен Талапұлы. Қош келдіңіздер, құрметті студия қонақтарым. Жалпы Арыстанбек Тәжібайұлы, әңгімені өзіңіз бастасаңыз, бізде азаматтық құқықтық қатынаста азаматтық кодекстен, нақтырақ айтсақ, заңсыз құрылыс деген ұғым бар. Жалпы статистикалық мәліметке тоқталып өтсеңіз, ең алдымен осындай талаптар бізге көп түсе ме? Азаматтық нормада заңсыз құрылыс деген ол не ұғым, сол туралы жалпы мәлімет айтып өтсеңіз. Әрине, сұрағыңыз рахмет. Бұл жалпы азаматтық кодексте негізгі қағидалары көрсетіліп кеткен, ол азаматтық кодексінің 244 бабында көрсетіліп кеткен. Жалпы заңсыз құрылыс дегеніміз азаматтардың, кәсіпкерлердің өз бастамасы бойынша тиісті рұқсат құжатынсыз құрылыс объектісін сала бастау, жүргізу. Мысалға, баршамызға мәлім, әрбір құрылыс нысанын салу үшін ол мердігер болады, тапсырыс беруші болады, техникалық қадағалау жүргізетін мекеме болу керек, авторлық қадағалау жүргізетін мекемелер болу керек. Алайда көптеген жағдайда жер учаскелерінің иелері өз бастамасымен тәуекелге барып, қарапайым тұрғындардың қаражатына құрылыс нысандарын, тұрғын үйлерін бастап кетеді. Ол алдын ала, мысалы, өзінің сатысы бар. Алдын ала ол құрылыс тапсырмасын алып, жобалық, эскиздік жобалар, наубайлық құжаттардың бәрін рәсімдеу керек. Алайда ол құжаттамаларын рәсімдеуден аттап өтіп, тікелей құрылысқа кірісіп кететін мекемелер көп. Бүгінгі таңда енді Ақтау соңғы жылдары көптеген құрылыс объектілері, жаңа шағын аудандар бой көтеріп жатыр. Бүгінгі таңда соттарда қаралып жатқан істерге мәлім болғаны, бірде-бір құрылыс нысаны үлескерлік, яғни заңнамаларына сәйкес келмейді. Сондықтан да қазіргі жағдайда орын алып жатқан сондай заңсыз құрылыстар бар. Енді аталған құрылыс нысандары бойынша жалпы ол құрылыс нысандарын меншік иесі болып болашақта танылуы мүмкін, егерде ол құрылыс нысаны басқа азаматтардың құқықтарына, мүдделеріне нұсқан келтірмейтін жағдайда. Алайда кейде енді баршамызға мәлім, Қазақстанда, Қарағанды қаласында кезінде орын алған Бесоба тұрғын үй құрылыс нысаны орын алған, бәріне мәлім, тұрғызған құрылыс объектісі біраз жыл өткеннен кейін түбі ақыры сол қирағанға әкеліп сондай салдары болды. Жалпы енді бұл
сатып алушылардың да құрылыс объектісін тұрғызу тәуекелімен жүргізіледі. Бұндай жағдайларда енді жеке тұрғындар сол объектілер сатып алған кезде өз тәуекеліне барып жатыр. Түбі ар жақта ол құрылыс объектілері қаншалықты пайдалы болады. Ол ертең қандай да бір одан қиын қолайсыз жағдайлар туындамай ма? Оны алдын ала қарамайды. Көптеген жағдайда өздеріне қаражатын белгісіз индекс проекттеріне салып жатады. Сондай құрылыс нысандарын бұзу бойынша келіп түскен талаптар бойынша осы үшінші тұлғалар, яғни кәдімгі қарапайым азаматтар өз ақшаларын сол үйлерге құйған, олар сотқа келіп өздерінің жаңағы келіспеушіліктерін білдіріп жатады талап қоюымен, да? Солай ғой. Олар жаңағы бізде қазір мынандай сән болып кетті ғой, үлгі. Сән үлгісіне айналды. Сотта қандай да бір іс қаралса, оған риза емес тараптар жиналып алады, әлеуметтік желіге салады, бұқаралық ақпарат құралдарының көмегіне жүгінеді. Бірақ олар адамдар бұл құрылыс нысанына ақша құяр кезде оның заңдылығын ешқандай тексермейді. Әрине, сұрағыңыз өте орынды. Жаңа статистикаға келетін болсақ, былтыр 21-ші жылы бірде бір іс қаралмаған екен. Осы заңсыз құрылыс нысандарын экономикалық сотта бізде ондай істер қаралмады. Биыл жыл басынан бері 3 азаматтық іс қаралды. Ол құзырлы органдардың талап қою бойынша. Енді сол азаматтық істердің біреусін өзім қарадым. Азаматтық істі қарау барысы кезінде анықталғаны құрылыс объектісі салып аяқталынған. Пәтерлер саны 95%-ын уже өзінің меншік иелері бар, сатып алған. Ол меншік иелері бұл құрылыс нысанының заңсыз салынғаны туралы ешқандай хабардар жоқ. Бұл айтқанда алдын ала сатып алу шартымен жасақталған рәсімдер. Меншік иелері деп оларды айтуға да келмейтін шығар, себебі олар өзінің меншік құқығын әлі тіркей алмайды ғой. Себебі үй жаңағы эксплуатацияға берілмеген үй ғой, пайдалануға. Иә, алдын ала шартпен жасақталған. Себебі ол құрылыс объектісі әлі айтқанда пайдалануға берілген жоқ. Олардың бәрі бұл айтқанда бүгінгі таңда тәуекелмен отыр. Ертең мүмкін бір ақыры түбі сол пайдаланысқа беріледі деп. Енді сол азаматтық істі қараған кезде 40 шақты пәтер сатылып кеткен, сотқа қатысқан 35 адам қатысты. Әрбір адам оның заңсыз салынғаны туралы бейхабар. Әр адам жаңа алдын ала шартын жасақтаған кезде сұрамаған қандай рұқсат құжаттары бар. Рәсім білген бе, рәсім бермеген бе. Тек қана жаңа меншік иесінің жер учаскесі туралы құжаты бар. Алайда ол жер учаскесінің нысаналық мақсаты тұрғын үй емес, ал қонақ жай салуға берілген. Яғни айтқанда нысаналы мақсатына сәйкес емес салынып, азаматтық істі қарау барысында ғана тек қана нысаналы мақсатын өзгерткен. Жалпы ондай мәмілелер азаматтық кодексінің 244 бабының 2-ші тармағында көрсетілген. Енді өз бетімен құрылыс салуды жүзеге асырған адам оған меншік құқығы алмайды. Және оны құрылысқа билік етуге, сатуға, сыйға тартуға, жалға беруге, басқа да мәмілелер жасауға құқығы жоқ деген норма бар. Жақсы, түсінікті. Енді осы жерде біз өкілетті орган деп қайта-қайта айтып жатырық. Жалпы бұл заңсыз құрылыс нысаналарын анықтау, жалпы қаламызда болып жатқан құрылысқа кім жауап береді деген сұрақ қойғымыз келіп отыр. Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы Дәурен Талапұлы. Енді ол сұрақ өзіңізге тікелей біз ардағымыз келеді. Жалпы сіздің мекеменің атынан қарап отырсақ, бұл сәулет құрылыс бақылау басқармасы. Бұл облыс көлемінде болып жатқан барлық құрылыс нысандарын сіздің мекеме есепке алып, бақылауда ұстап отыру керек деген сөз сияқты атына қарағанда. Жалпы заң талабына сай және сіздердің үкіметпен берілген, сіздердің мекемеңізге берілген өкілеттілікке сай, сіздің өз құзырыңызға не жатады, соны айтып өтсеңіз. Қайырлы түн, құрметті маңғыстаулықтар. Әрине сіздің тұжырымдамаңыз өте дұрыс. Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы дегеніміз облыс аймағындағы жалпы құрылыс объектілерінің сапасын қадағалайтын, құрылыс саласында мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын уәкілетті орган болып табылады. Әрине ең бастапқы міндеті бұл құрылыстың сапасына аса мән беру және заңбұзушылықтарды болдырмау,
заң бұзушылықтар анықталған жағдайда тиісті әкімшілік шараларды қабылдау, және техникалық қадағалаушы сарапшылардың ай сайынғы есептерін қарау, соларға қатысты авторлық қадағалау мен техникалық қадағалау сарапшыларына аттестат беру, сарапшы аттестатын, және де лицензияланатын қызмет болғандықтан құрылыс саласында лицензиялау да функциясында жүзеге асырамыз. Лицензияны береміз. Себебі әрбір құрылысшы, ол жеке және заңды тұлға болсын, өзге де тұлға болсын, бұл құрылыс бастауысына ең бастапқыда құрылыс монтаж жұмыстарына лицензиясы болу керек. Ең бастапқыда лицензия алу ол көрсетілетін мемлекеттік қызмет, табысталған біліктілік талаптарына сәйкес тексеріліп, соның қорытындысы бойынша лицензия беріледі. Жалпы енді айта кететін болсақ, біздің бастапқы міндет құрылыстың сапасы болғандықтан, бүгінгі таңымызда үкімет басшысының, елбасының кәсіпкерлерге қолдау саясатының негізінде көптеген біздің мемлекеттік бақылау және қадағалау функциялары шектетілген. Оның бірі 2019 жылғы кәсіпкерлерді қолдау мақсатында желтоқсан айында шағын және микро кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты тексеруді және одан бөлек профилактикалық бақылау жұмыстарын жүргізуге тыйым салынған. Яғни моратория жарлығымен бүгінгі таңда тексеріс тағайындау тоқтатылған. Осы бағытта көптеген, мен айта кететін жайт, мына кәсіпкерлер бұл қолдауды өзіне тиімді арқылы пайдалану арқылы ешқандай бір құжаттарын, рұқсатнама құжаттарын рәсімдемей, заңсыз құрылыстарды салып келеді. Жалпы қысқаша нелерді басқарманың айтылған атқарған қызметіне статистикалық мәліметтерге келетін болсақ, жалпы біздер салынған объектілердің бәрін пайдалануға тапсырған кезде біздер есепке аламыз. Біз пайдалануға актісіне, қабылдау актісіне біздер қатыспаймыз. Жалпы Дәурен Талапұлы осы жерде анықтап сұрақ қойып алайықшы. Құрылыс бастау үшін кәсіпкер міндетті түрде рұқсат алу керек қой? Рұқсат алу керек. Кімнен алады ол рұқсатты? Қазір айтып кетейін, бастапқыда бізде жалпы құрылыс жұмыстары Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызмет туралы заңына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл заңның 60-шы бабында құрылысқа қойылған негізгі талаптар бар. Сол талаптардың арқылы жүзеге асыру керек. Ең бастысында жер учаскесін рәсімдеген, жалпы нысаналы мақсаты да сай болу керек. Сол жер учаскесі, мысалы, тұрғын үй құрылысын мысалын алатын болсақ, тұрғын үй құрылысы бар. Ол тұрғын үй құрылысына арналған жерге ең бастапқыда АПЗ дейді, архитектурно-планировочный задание дейтін бар. Ақтау қаласының болсын, жергілікті, аудандық, сәулет қала құрылысы бөлімдерінен алынады. Және эскиздік жоба болу керек. Эскиздік жоба міндетті түрде бас сәулетшімен келісілу керек. Сол келісілгеннен кейін барып жұмыс жоспары жасақталынады. Рабочий проект дейміз. Рабочий проект жұмыс жоспары жасақталғаннан кейін ол сараптамадан өту керек. Ол немесе үйдің қабатына сәйкес мемлекеттік сараптамадан, немесе жеке аккредиттелген сараптама орталықтарынан оң қорытындысын алу керек. Сол оң қорытынды алынғаннан кейін осы құжаттармен біздің басқармаға құрылыс салу туралы хабарлама береді. Бізде хабарламаны алғаннан кейін оларға талон беріледі. Содан кейін барып құрылыс жұмыстары басталу керек. Әрине бұл тәртіп алдағы көптеген жерлерде кездеспейді. Сол мысалға айтып кететін Ақтау қаласында 100-деген үй, тұрғын үй салынып жатса, соның 65-інде құжат рәсімделген, 35-інде құжат рәсімделмеген. Осы бағытта біздер мораторияның аясында тексеріс тағайындамай, прокуратура органдарымен бірге, ол прокуратура органдарынан ұсынулардың негізінде олар анализ жүргізіп, қай жерде қандай заңсыз құрылыс салынып жатқанды анықтап бізге ұсынуды жолдайды. Сол жолдауды қарау барысында біздер тиісті әкімшілік шараларды қолданамыз. Сөйтіп, осы бүгінгі күнге дейін жылдың басынан басқармамен 185 хаттама толтырылған, жалпы сомасы 41 миллиондай айыппұл салынып, мемлекетке өндірілген. Заңсыз құрылыс нысандарына байланысты. Себебі ең бастапқыда біздің мораторияның аясында инфрақұрылымдық және инновациялық даму министрлігінің бұйрығымен
бұйрығымен қай кезде біздер тексеріс тағайындай аламыз. Солар бекітіп көрсетілген. Осы жаңа моратория жарлығына сәйкес жүргізілген. Себебі мына мораторияның туралы жарлықта біз тексеріс аша аламыз. Орысша айтқанда, если потенциально несут массовую угрозу дейтін сөз бар. Жизненное обеспечение. Жаппай қауіп төндірсе. Осы жаңа айтылған бұйрықтың негізінде қай кезде жаппай қауіп төндіретін фактілер көрсетілген. Яғни жаңағыдай айтқанымыз құжаттарын рәсімдемеген, техникалық авторлық қадағалау болмаған жағдайда, және мысалға ешқандай құжат мысалы сараптаманың қорытындысы болмаған жағдайларда осындай әртүрлі фактілер көрсетілген. Осы бұйрықтың аясында бүгінгі таңда басқарма тиісті келіп түскен өтініштерге сәйкес барлықтарына талдау жасап, тиісті бірінші жергілікті атқарушы бірінші басшысының өкімімен, облыс әкімінің өкімімен бізде тексерісті тағайындап жатырмыз. Енді бастапқы біздің міндет халықты жалпы сапалы құрылыс объекттерімен қамтамасыз ету біздің ең бастапқы міндетіміз болып табылады. Сол себепті осындай заңбұзушылықтардың алдын алу барысында біздер тиісті шара қолданып келеміз. Яғни ең бастапқыда біздер әкімшілік шараларды қабылдаймыз. Себебі әкімшілік шаралар қабылдағаннан кейін біз олардың жауапкершілігін дәлелдегеннен кейін барып, мына азаматтық кодекстің 244 бабына сәйкес бұл құрылысты нысанды бұзу туралы сотқа біз шағым арыз береміз. Егер де біз өз тарапымыздан заңсыз құрылысты бұзу туралы шара қолданатын болсақ, яғни бұл заңсыз құрылыс деген әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы кодекстің 319 бабында көрсетілген бағытында тек қана өзіне тиесілі құқықсыз жерге орналастырған жағдайда заңсыз құрылыс болып саналады. Аула өздеріне тиесілі, бірақ жаңа құжаттарымыз жоқ. Мақсатты нысаналы, мақсатты басқа. Олар дейтін, енді бүгінгі таңда көптеген біздің тұрғындардың алданатын мақсаты бізде цена качество дейді, сапамен баға. Арзан бағамен басақ бізде халықты жинайды. Халық сұраған жағдайда құжаттары бар ма дейінде, бар деген ауызша неге ешкімнің құжаттарын сұрау арқылы, не арқылы ондай мәселе қарастырылмайды. Сол себепті арзан бағаға көптеген тоға алданып, сол құрылысын енді біткенін талап етіп отырады. Одан бөлек жаңағы объект 90%-ға біткеннен кейін, 90% біткеннен кейін бұл тұрғындарға кілтті береді. Жаңа үйдің пәтерін ремонт жөндеу жұмыстарын жүргізе берсін деп. Сосын жұмыстарын жүргізу барысында бізде объекті бітті деп, аяқталды деп, басқармаға есепке алу үшін құжаттарын тапсырады. Құжаттағы біз тапсырған құжаттарда қарау барысында жаңағы өзінің тіркелген, бекітілген формалар бар ғой. Сол формалардың ішінде, жаңа оның ішінде коммуналдық мекемелердің келісімі болу керек. Мысалы, газ болу керек, газдың, судың, жаңағы пандус, жаңағы мүгедек адамдарға арналған. Газдың мәселесі болмағандықтан біздер қол қоймаймыз, қабылдамаймыз, есепке алмаймыз. Сол кезде халықтан наразылықпен біздерге келеді. Әлеуметтік шиеленіс пайда болады. Сіздер неге қабылдамайсыз? Біз сотқа жүгінемізді, бізде қорқыту немен мақсаттармен халықты кәсіпкерлер сондай біздер сізге газды берейін деп жатырмыз, бірақ газ мекемесі бұл ешқандай құжатты есепке алмай жатыр деген. Көптеген осындай бізде өтініш мәселе қаралып жатыр. Ол ең бастапқыда кәсіпкер өзінің жауапкершілігін, заңға сәйкес қандай талаптар бар, соның бәрін тиянақты орындап тапсырса, әрине ешқандай билік тарапынан, үкімет тарапынан бюрократикалық преградалар болмайды. Құжаттардың бәрін қарап біздер есепке аламыз. Өте дұрыс түсіндірме бердіңіз, Дәурен Талапұлы. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің адамдардың құқықтық нигилизм, сауатсыздығына болады. Енді біз өткен бір бағдарламамызды жалпы заңсыз құрылысқа бірінші рет бағдарлама арнап отырған жоқпыз. Өткен бір бағдарламаларда да болған. Сонда біз айтқанбыз, үлескерлік, заң үлескерлік деп өздерін біз үлескерміз деп азаматтар атап алады. Бірақ олар заң аясында үлескерлер емес. Жаңағы үлескерлік туралы заң бар. Ол үлескер болу үшін жаңағы құрылысты бастап жатырған мекеменің де өзінің талаптары бар ғой, қандай нелер бар. Бұл біздің қазіргі құрылыс, заңсыз құрылыс нысандарының иелері, бұлар адамдарды жаңағы сіз айтқандай цена и качество арзан бағамен қызықтырып шақырып алады да, солардың ақшасына тұрғызатына үйді.
үлескерлік туралы заңға байланысты ол олай болмауы тиіс. Солай ғой, өзінің қорда ақшасы болу керек, бұл кәсіпкердің, ол заңның барлығы бұзылып отырады. Сондықтан Арыстанбек Тәжібайұлы, өзіңіз осы үлескерлік туралы заңға қысқаша түсініктеме беріп өтсеңіз, адамдарға мәлім болу үшін, және осы сізге сотқа келіп жатқан үшінші тұлғалар ретінде біз тартамыз ғой азаматтарды. Сонда сіздер айтып түсіндіресіздер ма? Сот шешімі шығады. Енді көбіне біз адамдардың шыны керек, жаңағы өздеріңіз айтып отырғандай әлеуметтік шиеленіс болмас үшін біз талап арызды көбіне көп қанағаттандырмай жатамыз. Ол ашық болса да шындық. Себебі адамдар тұр, адамдардың тағдыры тұр, олар ол жерде тұрып жатыр үйде. Жалпы үлескер деген сол түсінікті айтып өтсеңіз, үлескерлік туралы заңға тоқталып. Жалпы үлескерлік заңнамасына қатысты. Енді әрбір құрылыс компаниясы үлескерлік заңнамасына сәйкес құрылыс объектісін салу үшін, жаңа өзіңіз айтып өткендей, өзінің қаражаты болу керек. Одан бөлек құрылыс объектісін екінші деңгейлі банкпен олардың келісім шарты болу керек. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Одан бөлек әртүрлі жағдайға қатысты олар сақтандыру іс-шараларын жүргізу керек. Енді әлемде әрбір жағдай болады. Мынау экономикалық дағдарыс болады, басқа да жағдайсы. Сол құрылыс объектісін уақытылы аяқтап бітуге қамтамасыз ету мақсатында жаңағы сақтандыру шарттарына отырады құрылыс компаниялары. Сіз мына істі қарағанда азаматтардан сұрайсыздар ма? Бірінші сатыдағы сотсыздар ғой енді сіздер. Көбіне көп енді біз апелляцияда шектеуліміз, біз апелляциялық сатының судьяларымыз, бірақ бірінші сатыда сіз барлық істі жан-жағынан қарайсыз, азаматтардан сұрайсыз ба? Сіз ақша салар кезде құжатын тексердіңіз бе деген сұрақ қойыламын осы азаматтарға? Жаңа айтып кеткен бір іс бойынша бәрінен сұрадым. Көрсеткен құжаты тек қана эскиздік жоба, экспертизадан өтпеген, сараптамадан өтпеген. Және де көрсеткен құжаты жер учаскесінің меншік құқығы болды. Басқа құжаттары жоқ. Және де ол сатып алушылармен жасақталған шарт, ол шарт алдын ала шарты. Ол болашақта мынау құрылыс объектісін аяқтап біткеннен кейін сол азаматтар түсінбейді, бұл алдын ала сатып алу сату туралы шарттың негізінде былай күші жоқ екен. Олар ойлайды, ол шартты жаңағы үлескерлік шарты деп ойлайды адамдардың. Мына түсінігі солай. Менің қолымда шарт бар дейді саты. Оны оқысаң үлескерлік туралы шарт емес, үлеске кіру туралы. Бұл алдын ала болашақта отыратын туралы келісім. Шарт. Ол ешқандай да заңмен қамтамасыз етілмеген. Ол заңда көзделмеген ондай шарттың түрі тіптен былай қарасаңыз. Оны тіпті заңсыз деп тану туралы біреу талап қоятын болса, ол да мәселе ғой. Бірақ ешкім ол туралы екі тарапта өздері бір-біріне риза, сонымен ол шартты ешкім дауламайды. Кейде жаңағы квадратурасынан шаршы метрге келіспей қалған кездерінде ғана сотқа келеді. Былай адамдар, сонда адамдар білмейді да, азаматтар қарапайым азамат білмейді. Көптеген жағдайда болашақта ол қандай қиындық туындатынымен айтқанда бейхабар. Ертең ол құрылыс объектісі бітпей қалған жағдайда қаражатын кімнен қайтарып алатынында одан айтқан ешкім кепіл жоқ. Жақсы, түсінікті. Дәурен Талапұлы, енді сіз мамансыз осы саланың, сізге айтқым сұрағым мынандай. Жаңа айтып жатыр қой, енді біздің қарапайым азаматтарымыз бұл жерден көп зардап шегетін, бұл жерден пайда көретін жаңағы өзінің ісіне адал емес кәсіпкер, недобросовестный деп былай орысша айтқанда да, адал емес кәсіпкер. Онымен қандай сіздерде жұмыстар жүргізіліп жатыр? Заңсыз құрылысты болдырмау мақсатында қандай жұмыстар жүргізіледі? Халықпен түсіндірме жұмыстары жүргізіле ма? Сол туралы бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз, біздің уақытымызда шектеулі болып жатыр. Біздің бастапқыда басқармаға көптеген өтініштер келіп түседі, қабылданған объектілердің, үйлердің сапаларына қатысты. Сол кезде АППК дейміз ғой, әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодексіне сәйкес біздер дейтін тыңдау хаттамасын жүргізіп келген әрбір өтініш берушіні қабылдап, мән-жайдың бәрін түсіндіріп, қолдан келген жағдайда біздер заңға сәйкес тексеру ашу керек болса, қазіргі таңда біз тексерістің санын көбейтіп жатырмыз. Біздер осы көптен бері тексерілмеген объектілерге сәйкес жаңағы қазіргі қолданса заңнамасына тексеріске барып анықтаған жағдайда көптеген жаңағы жобалардан ауытқу, атқаннан ат проекті сондай көп мәселелер көріп жатырмыз. Мысалға, бір объектіде атын атап өтпей қойын, бір объектіде ішкі қабырғалардың арасына бір-біріне отырсаңда
не болмай қалған, тіреуіш несі болмай қалған. Қоршау қабырға ол любой момент құлап кетуі мүмкін. Яғни мысалы тұрғын ол үйге барады, тұрғын кіргеннен кейін ол жаңа перепланировка жасайын дейді. Ол сенікіні ана қабырғаны қай жерден бұзу керек, қай жерден тесу керек екенін білмейді ғой. Оның бәрін бұзған кезде ешқандай тіреу, связка, екі ортада связка болмағасын, ана қабырға бос тұрады. Ана орған кезде ол құлап адамның өміріне қауіп төндіретін жағдайлар. Әрине бұл бір ғана қабырғадан табылса, ол дейтін бүкіл үйде де сондайда қауіпті қатер болуы мүмкін. Сол себепті осындай фактілерді болдырмау мақсатында біздер жұмысымызды күшейтіп жатырмыз. Әрине мына өзінің қызметіне жауапкершілікпен қарамаған жаңа кәсіпкерге сәйкес біздер әрине тиісті заңға сәйкес шараларды қолдануымыз керекпіз. Енді осы бағытта біздер түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мына техникалық қадағалаушылар бұлар бүгінгі таңда ең бастапқыда құрылыстың сапасына жауап беретін тұлғалар. Техникалық қадағалаушы дегеніміз құрылыстың басында құрылыс бастағаннан бастап жүріп. Техникалық қадағалаушылардың кешіріңіз, сізде несі бар ма? Тізімі бола ма, олар тіркеле ма сізде жалпы да? Техникалық қадағалаушы дегеніміз ол құрылыс саласындағы маманы дипломы бар, білімін бітірген, және 5 жыл кемінде мастер, прораб болып қызмет атқарған тұлғалар ғана біздерге құжаттарын тапсырып, техникалық қадағалаушы аттестатын сарапшыны алуға құқығы бар. Бұл жерде лицензия ала ма? Аттестат алады. Бұл жерде тестілеу бағдарламасы 100 сұрақ беріледі. 100 сұрақтың 2 құрылыс порталы арқылы тапсырады. Бұл жаңа құрылыстағы сниптерге сәйкес қандай нормалар бар, солардың бәрін білу талпына. Сол кезде жаңа 70-тен жоғары балл алған тұлғаларға жаңағы дәрежесі, объектің дәрежесі 2-ші, 3-ші деңгейдегі объектілерге сәйкес техникалық қадағалау сарапшы аттестаты беріледі. Ал 90 баллдан жоғары алғандарға 1-ші деңгейдегі объектілерге жауап беріледі. Енді жалпы Дәурен Талапұлы, өте керемет, сіз барлық маман екеніңізді көрсетіп, сұрақтарға жақсы жауап бердіңіз. Үлкен рахмет. Сіздің жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Жалпы жас келсе іске дейді ғой, енді жаңадан тағайындалдыңыз, осы 1 жылда болмадыған шығар, жарты жылда болмаған шығар, 3 айдың көлемінде. Сондықтан біз сіздің қызметіңізге, әрине ауыр қызмет, сізде маман да аз шығар, бірақ осы облыстың жаңағы көлеміндегі заңсыз құрылыстармен бірлесіп қызмет етіп, біз осы құқық қорғау органдар бар, сіздер бар. Ол ең алдымен біз не үшін керек ол? Біз ол ең алдымен жаңа сіз айтқандай жаппай адамзаттардың жаңа құқығына, мүддесіне нұқсан келтіруге әкеліп соқпасы үшін керек. Адамның өмірі үшін керек бұл. Адамзаттың, біздің Қазақстан Республикасының азаматтарының өміріне қауіп төндірмеу керек мына заңсыз құрылыстар. Сол үшін де үлкен рахмет. Бүгін аз ғана берілген уақытта, құрметті телекөрермендер, біз сізге заңсыз құрылыстар туралы біраз мәлімет бердік деп ойлаймыз. Ең алдымен айтқым келетіні, қандай да бір нысанға ақша салмастан бұрын құжатын тексеріп алыңыздар. Жаңа айтып таныстырдық, міне осы саладағы уәкілетті орган бар, сәулет құрылыс бақылау басқармасы бар. Сол басқармаға барып сұрасаңыздар да болады, құрылыс нысанның атын айтып, қай жерде тұрғанын айтып, бұл кісілер сіздерге жауабын береді. Бұл заңды құрылыс па, заңсыз құрылыс па, сондықтан кез келген сорпаны ішкенде үрлеп ішу керек деген қазақтың жақсы сөзі бар ғой. Сондықтан ойланып, бірнеше рет тексеруден өткізіп бар, өзіңіздің адал ақшаларыңызды қандай да бір тұрғын үй кешені немесе құрылысқа салуға, содан кейін барып өзіңіз аяқ басыңыз дегім келеді. Құрметті телекөрермендер, келесі кездескенше күн жақсы болғай.